Мен Аридол, бүгін сіздермен бірге творожный шоколадный пирог жасайтын боламыз. Және де оған бізге 500 грамм творог, 2 жұмыртқаны біз қазір жарып аламыз. Енді 250 грамм құмшекер қосамыз. Өздеріңіз дәмін өздеріңіз көріп алыңыздар. Сол кезде сіздерге дәм тәтті болса, өздеріңіз білесіздер, короче. Міне достар, біз араластырып болдық. Бізде примерно осындай болу керек. Және де бұны біз араластыра береміз. Және де біз ванилин қосамыз, достар. Және де бұны бәрін араластырамыз. Енді біз 35 грамм какао қосамыз. Енді бұның бәрін араластырамыз. Енді біз разрыхлитель 1 қасық қосамыз. 2 қасық шекер қосып бұны араластырамыз. Біз енді 150 грамм майды теркада өткіземіз. Міне достар, біз өткізіп болды. Және де біз қолымызды өйстіп мұжуымыз керек. Сол кезде майда-майда болып шығады. Бізге тесто болғаны қажет емес. Бізге майда-майда болады. Сіздерге қазір көрсететін боламын қалай болғанын. Осындай болу керек. Майда-майда болып. Және де біз ыдысымызды майлап алып керек астына. Енді біз жартысынан көбін аламыз да. Және де өйстіп және қарай бет жатқызуымыз керек. Міне достар, біз өйстіп әдемілейміз да. Және де біз начинкамызды үстіне құямыз. Осылай болу керек. Және де үстінен қалған жартысын үстінен қоямыз. Міне достар, осындай болу керек. Және де бұны біз печқа где-то 40 минутқа қоямыз, 180 градусқа, достар. Әркімнің пеші әртүрлі, бірақ менікі 40 минуттай тұрады. Все осындай болды. Қараңыздар, өте әдемі көрінеді, кәдімгідей торт сияқты. Үстіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Мен сеппеймін, себебі менде сахарын көп қостым. Және де өте дәмді болады деген айтамын. Өте жұмсақ, достар. Достар, дәмі өте керемет болыпты. Және де сіздерге де кеңес беремін. Ал егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де мен каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған мен Аридол, келесі кездескенше сау болыңыздар.